Бақытты болудың 7 әдісі. Әркімнің өмірінде бір рет немесе бірнеше рет бірдеңені өзгерту керектігін түсінетін сәттер болады. Алайда, өзгерістерден соң одан да жаман болуы мүмкін екендігін ойлап қорқамыз. Өміріңізде бірдеңе дұрыс еместігін жетік түсіну, жағдайды өзгертуге арналған ең жақсы мотивация. Сәтті әрі бақытты болуға кедергі келтіретін екі себепке асығыстық пен өзіңізді шынайы табиғатыңызды білмеу жатады. Үнемі бір жерге асығып жүруден және күнделікті қарбаластан бақытты болу туралы ұмытсаңыз, мына ережелерді есте сақтаңыз. Бірінші, позитивті ойлаңыз. Асығыстық біздің басымызда басталады. Ой, сөз және әрекет бірге қосылғанда қандай да бір салдарға келеді. Ол тыныштық, жұмсақтық, сабырлық, бақыт болуы немесе толықтай қарама-қайшылық болуы мүмкін. Сондықтан позитивті ойлап үйреніңіз. Бақытқа арналған жол жоқ, бақыттың өзі сол жол. Кейде ол өте қиын, бірақ қызықты жол болуы мүмкін. Екінші, жақсылық жасаудан қорықпаңыз. Не ексең, соны орасың ережесі мүлтіксіз орындалатындығын байқаған боларсыз. Қандай да бір жақсылықты ойлап жасасаңыз, орнына жақсы бірдеңе аласыз. Адам ішкі дүниесінің пайдасына бірдеңе жасаса, кенеттен пайдалы кітаптар немесе қызықты адамдар жолығады. Бүкіл әлем сізге көмектесіп жатқандай көрінеді. Үшінші, бүгінгі күнмен өмір сүріңіз. Қазіргі сәтке қуанып үйреніңіз. Тек болашақты ойлаумен болмаңыз. Мен ана болғанда бақытты боламын, арықтасам бақытты боламын, көп ақшам болғанда бақытты боламын деп ойлаған дұрыс емес. Бақыт ол нәтиже емес, процесс екенін ұмытпаңыз. Күнделікті өміріңіздегі ұсақ-түйек болса да, жағымды нәрселерге қуана біліңіз. Төртінші, қоқыстан арылыңыз. Келген ақпаратты сүзгіден өткізіңіз. Барлығын өзіңізге сіңіріп алатын сорғыш болуды қойыңыз. Өміріңіздегі негатив әкелетін адамдармен араласуды доғарыңыз. Соның орнына энергия беретін адамдармен көбірек араласыңыз және шынымен де ұнайтын нәрсемен айналысуға тырысыңыз. Бесінші, армандарыңызды ертеңге қалдырмаңыз. Сізге қуаныш сыйлайтын, бірақ ақша келмейтін істен бас тартасыз. Барлық адамға қуаныш үлесі керек, ал материалдық заттар әрқашан қуаныш бере бермейді. Сондықтан армандаудан қорықпай, оған апарар іспен айналысуға уақыт табыңыз. Алтыншы, тәлімгер табыңыз. Тәлімгер сізді жігерлендіретін адам. Ол психолог, жаттықтырушы немесе құрбыңыз болуы мүмкін. Ол әрқашан көмектесуге және кеңес беруге дайын болуы керек. Жетінші, йога немесе медитациямен айналысыңыз. Шығыс тәжірибесі өзіңізді тыңдауға көмектеседі. Оның көмегімен ішкі тепе-теңдікті тауып, өзіңіз үшін бақыттың не екендігін түсінуге болады.